Сәлем достар, сіздермен миссис Мадина. Ағылшын тілінде сөйлем құрау екінші бөлім. Бірінші сабақта біз сіздермен ағылшын тілінде жай ғана сөйлем құрап үйрендік, иә? Мен жеймін, ол ішеді, ол ұйықтайды деген сияқты. Енді осыны кішкене күрделендіреміз. Сөйлемдерді құрастырмас бұрын кішкене зат есімдерді жаттайық, иә? Мысалы, кофе, coffee, coffee, алма, apple, apple, мороженое, балмұздақ, ice cream, ice cream. Менен кейін міндетті түрде қайталап отырыңыз. Пицца, дәл солай болады, пицца. Кітап, book, book. Кино, movie, movie. Мультфильм, cartoon, cartoon. Енді осы сөздерді қолдана отырып, ағылшын тілінде сөйлем жасайық. Мысалы, I drink a coffee. Егер ол кофе ішеді десек, she drinks a coffee. She drinks a coffee. Мадина кофе ішеді. Мадина drinks a coffee. Бірінші сабақта өткеніміздей барлық үшінші жақтағы есімдіктерге біз S жалғаймыз, иә? Ал енді мен кітап оқимын деп айтып көрейікші. Мен оқимын кітап деп айтуымыз керек. Егер I read a book деп айтсаңыз, сіз сабақты түсініп жатырсыз. I read a book. Ал енді бір нәрсені көру, ағылшын тіліндегі бұл етістік watch. Мысалы, телевизор көру. Мен телевизор көремін. I watch a TV. Мен кино көремін. I watch a movie. Ал енді Арман мультфильм көреді деп айтайықшы. Арман watches a cartoon. Арман watches a cartoon. Бірінші сабақта біз сіздермен жеу деген етістікті өткенбіз. Енді айтып көріңіз. Мен алма жеймін. I eat an apple. Не үшін N қойып жатырмын, не үшін қойып жатырмын десеңіздер, міндетті түрде осы ссылкадан өтіп, артикльдер туралы сабақты көріп шықсаңыздар болады. I eat an apple. Айсұлу пиццаны жақсы көреді. Айсұлу likes a pizza. Енді Асем мороженое жейді дейікші. Асем eats an ice cream. Сонымен қатар біз бүгін сіздермен have деген етістікті өтейік. Бұл have дегеніміз бар болу, яғни иметь деп аударылады. Мысалы, менің машинам бар. I have a car. Машина, a car. Оның машинасы бар дейтін болсақ, біз have етістігін has деп өзгертеміз. Естеріңізде болса, he, she, it бізде бұлар тоқалдан туғандар. Бұл үшін бізде барлық сөздер арнайы жасалынады. Сол үшін have етістігі жүктеу есімдігінің үшінші жағында has деп өзгереді. Сонда, мысалы, оның бизнесі бар деп айтайықшы. He has a business. Байқасаңыздар, ағылшын тіліндегі бастауыш, баяндауыш, одан кейінгі анықтауыш, пысықтауыш, толықтауыш, оның бәрі кейін жүреді. То есть бастауыш пен баяндауыштың орны ауыспайды. Екеуін бірге ұстайсыздар, жарайды ма? Оның екі ағасы бар. She has two brothers. Аға немесе іні brother. Brother. Мен қатар кішкене күрделірек сөйлемде үйреніп көрейік. Мысалы, мен машина алғым келеді. Біз бұны ағылшын тілінде айту үшін мен алғым келеді машина. Осы ретпен айтамыз, иә? Осындай екі бізде етістік кездесуі мүмкін бір сөйлемдерде. Қалау дегеніміз, иә, бір нәрсені қалау, want. Want. Ал сатып алу, to buy. To buy. Сонда сатып алғым келеді дегенді айту үшін, сатып алғым келеді деген бізде want to buy. Want to buy деп аударылады.
Сонда мен машина сатып алғым келеді деу үшін біз I want to buy a car. I want to buy a car деп айтамыз. Егер ол машина сатып алғысы келеді деп айтсақ, she wants to buy a car. Я? Біз үшінші жақта s жалғаймыз міндетті түрде. Сонда she wants to buy a car. Сабақ сіздерге толық түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсінікті болса, осы берілген тапсырманы комментарийге аударыңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Сөйлем құрап үйреніп жүрсеңіз, міндетті түрде комментарийге маған жазып кетіңіз. Сіздерге не керектігін, қандай видео түсіру керектігін мен үнемі оқып отырамын. Сондықтан міндетті түрде пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Сіздермен болған миссис Мадина. Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Goodbye!